Джеки Чан әлем бойынша миллиондаған адамның сүйіктісіне айналған гонконгтық актер. Джеки Чанның шын аты Чан Кон Сан. Ол 1954 жылы 7 сәуірде кедей отбасында дүниеге келген. Оның әке-шешесі Чарльз бен Лили Қытайдағы азаматтық соғыс уақытында Гонконгқа көшіп кеткен. Джекиге анасы 12 ай жүкті болып, кесар отасын жасауға мәжбүр болған. Оның туылған кездегі салмағы 5 кг 400 грамды құрайды. Сол себепті анасы оны Пао-Пао, яғни зеңбірек ядросы деп атаған. Тұрмыстық жағдайлары қиын болған соң, ата-анасы Джеки Чанды оны босандырған британдық акушерге сатпақ болған. Себебі оған жақсы болашақта қамтамасыз ете алмаймыз деп ойлаған. Джекидің айтуы бойынша, егер оны сатқанда ол Ұлыбританияда тұрып тек ағылшынша сөйлеуі мүмкін еді. Гонконгта Чарльз бен Лили француз консулының үйінде қызметші болып істеген. Әкесі аспаз болса, анасы үй шаруашылығына жауапты болған. Дегенмен жақсы өмір іздеп, кейіннен Австралияға көшіп кеткен. 5 жасында Джеки мектепке барады. Оқу үлгерімі нашар болған соң, бір жылдан кейін әкесі оны Гонконг опералық зерттеулер институты жанындағы интернатқа ауыстырған. Бұл жерде ол кунг-фу, вокал, тіпті акробатикамен де айналысады. Мұндағы өмір қиын болады. Себебі сабақ таңертең ерте басталып, кешке бірақ аяқталған. Джеки Чан театр мектебін дәстүрлі Қытай операсы мамандығы бойынша аяқтайды. Ол кезде бұл мамандық бойынша жұмыс табу қиын болатын. Болашағы тұманды болған соң, ол Австралияның Канберра қаласына көшіп кетеді. Мұнда ол Диксон колледжінде аздап оқиды. Дегенмен қаражат жағы қиындық туғызатын. Канберрада Джеки Чан құрылысшы болып жұмысқа орналасып, ауыр заттарды тасымалдауға мәжбүр болады. Ол австралиялықтармен танысады. Олар оның қытайша атын айтуға тілдері келмей, оны Джеки деп атап кетеді. Қаражат жағы оның көңілінен шықпай, Джеки атақты каскадер болу үшін Азияға қайта оралады. Джеки эксперименттер жасаудан қорықпайтын. Ол өзі түскен фильмдердегі трюктарды өзі ойлап тауып отырған. Бірнеше жылдардан соң, ол фильмнің жаңа жанрын, яғни төбелестер мен күрделі трюктарға толы кинокомедия жанрын дүниеге әкелді. Змея в тени орла кинолентасы Чанға үлкен сәттілік алып келсе, Пианомастер киносы оның танымалдылығын арттыра түсті. Джеки Чанның келесі ойнаған әрбір фильмінде қауіпті сценалар болатын. Оларды ол арнайы дайындалған адамдармен бірге орындаған. 1983 жылы Джеки өзінің Джеки Чан Stunt Team каскадерлік командасын құрады. 1968 жылдан бастап Джеки Чан 114 фильмге түскен. Джеки Чан Азиядан тыс елдерді де бағындырғысы келді. Оның фильмдері бірнеше рет ақш прокатына шыққанымен сәтсіздікке ұшырап жатты. Алайда 1995 жылы шыққан Разборка в Бронксе киносы Джеки Чанды бүкіл әлемге танымал етті. Бұл фильмде көрермендерді таң қалдырған сюжет емес, Джеки Чанның төбелес стилі мен харизмасы болатын. Джекидің алғашқы толықтай американдық фильмі Часпик киносы. Бұл жобаға Чанмен бірге әйгілі Крис Такер де қатысты. Екеуінің шығармашылық тандемі көрермендерге ұнағаны соншалық, олар MTV Movie Awards нұсқасы бойынша үздік дуэт атанды. Сонымен қатар 2016 жылы 12 қарашада Джеки Чан кино өнеріне қосқан үлесі үшін құрметті Оскар сыйлығының лауреаты атанды. Джеки Чан барлық трюктерін өзі жасайтын болғандықтан көптеген жарақаттар алған. Оның айтуынша, оның сынбаған сүйегі қалмаған. Джеки Чан Доспехи Бога фильмінде талдан құлап ауыр бас сүйек ми жарақатын алып, өлім аузынан қалған. Осы себепті сақтандыру компаниялары Джеки Чанның өмірін сақтандырудан бас тартады. «1983 жылы Джеки Чан тайвандық актриса Лин Фэн Соға үйленеді. Бір жылдан соң олардың Джейси Чан есімді баласы дүниеге келеді. Сонымен бірге актердің Элейн У Циль есімді модельден Этта У Джолин есімді некесіз қызы бар. Джеки Чан бар өмірін киноға арнап, бала тәрбиесінен тыс қалғанын мойындайды. Молшылықта өскен оның жалғыз ұлы музыкант,
2015 жылы Джейсидің үйінде 100 грамм марихуана табылып, ол 6 айға бас бостандығынан айырылған. Ұлынан көңілі қалған Джеки оны мұрагерлік құқығынан айырған. Оның барлық мұрасы қайырымдылыққа беріледі. Бүгінгі таңда Джеки Чан Қытайдың ең бай адамдарының бірі. Оның кинотеатрлар желісі, ресторандар, сәнді бутиктер, сегвей жасайтын зауыттар, тренажер залдары секілді бизнестері және Джеки Чан DC Racing автожарыс командасы бар. Джеки Чан кинодан бөлек музыкаға да қызығады. Ол 1980 жылдардан бастап альбомдар шығарады. Оның қоржынында Азияға кең таңылған 20 альбом бар. Айта кететін жайт, 2018 жылы Джеки Чан Димаш Құдайбергеннің даусына тәнті болып, оны кездесуге шақырып, батасын берген.